сәлем бердім. Мен осы әулеттің келіні болам, есімім Асем. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Енді қыз қалың малсыз болса да кәдесіз болмайды деген сөз бар. Соны айта отырып, енді Аяжан сіңліліміздің ата-анасы дайындаған жасауы бар. Сол жасауды таныстыруға, табыстауға рұқсат етіңіздер. Ең бірінші өз үйінің кілемін алып келіп жайық. Үйдің кілемі? Ағашы жұртына кілем. Сандықты алып келек, сандықты. Сандығымыз ашылмай жатыр. Кілті жоқ сандықтың. Осы ашып келет шығар. Кілтіміз әкен. Вот, енді ашылады. Өлі тірісі. Шай бер. Мал бауыздар. Сандығыстар. Ал енді бұл біздің сый-сияпатымыз, біздің әулеттен. Осы үйдегі құдағайымыз, Алуаш құдағайға рұқсат етіңіздер. Одан кейін құдамыздың жаны жәннатта болсын, иманды болсын. Құдамыздың орнына жағамыз бар. Ол енді құдағайымызға Жақын дайындап отыр. үстіңізде тосын, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Киіңіз. Кішкене жанып кетесіз енді. Аллаш жатпақ киіп ал. Ал мынау біздің ақ жаулығымыз, орамалымыз. Көйлегінде, көйлек. Асылбек құдабала мен Алсынгүл құдағи келінге бар. Қабыл алыңыздар. Алтынгүл келіп жақында. Қараңыздар, күшті кардиган. Алтынгүл. Кеше сырға тауға келген. Танимын уже, танып алдық уже. Алтынгүл жуасың енді. Кірткен қандада, ооо деп бірімізді құшақтап жатыр. Күшті болсын. Сырға салуға келген екі құдағымыздың сый-сияпаты, орамалы, көйлек жабдығы. Қабыл алыңыздар. Біздер тізім алған жоқпыз, бірақ сонда да енді той шарпысыз болмайды. Сол үшін біз ауыл үлкендеріне, нағашы жұртына осылай пакеттер дайындап алып келдік. Нағашы жұртына, ауылдың үлкендеріне қабыл алыңыздар. Мына жерде енді жаңа біздер столда отырған кезде үлкен құдағайымыз бар екен. Осы үйдің құдағайы жаңағы Алтынгүл менің подружкамның деймін ба? Подружкамның мамасы. Сол кісіге құтты болсын. Орамалыңыз құтты болсын. Сіздің жолыңыз бізге берсін. Сияқты әдемі әже болайық. Аяжанның екі кілемі, бірі үлкен келін, кілем, кішкентай кілем. Барлығы енді Түркия елінен келген. Осындай набор. Екі жасқа, орамалымен, халатымен. Ашқа тек шығармай-аққа, сыртынан көрсетіп. Осындай халатымен орамалы. Орамалды, қонақ орамалы. Мынау постельный наборы. Бұл да постельный набор. Бұл енді екі жастың көрпесі, одеялосы. Осындай набор бол, қараңыздар. Көрметі ма? Көрметі. Құтты болсын, игілігіне ұстасын балдар енді. Иә, игілігіне ұстасын. Бұл енді көрпешелер біздің үйімізде әжеміз бар, 82 жастағы. Батасын беріп, кеше жіберді. Сол кісінің дайындаған көрпешелері қабыл алыңыздар. Тек осы көрпешелермен Аяжан қонақтарын күтіп, шайын құйып отырсын. Бұйырса отырып ішеміз ғой ертең, алғаш шақырады шай көрсетіп. Мынау енді көтшігі. Ал, шашу. Мынау күйеу көрпе. Енді мынау біздің дастархан, қонақ дастархан, ет дастархан. Енді осы қонақ дастархан жайып сіздерге ыдыс-аяқтарын таныстырайық. Ыдыс-аяқтарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Осы ыдыс-аяқтармен қонақтарын күтіп, тәтті шайын құйып отырсын деген ниетпен қонағы таусылмасын деп. Қонақтар тек қуанышқа келсін. Қуанышқа жайылсын дастархан. Мынау енді холодный салатын деп. Кухницадан төртеу. Салатница. Ес табақтары, ақтаулары.
Көрсеткендерді ала берсін, біздің алдын Ақтаулары. көрсеткендерді ала берсін, біздің алдын балдар қайда ала берсін. Мынау термосы. Біздің құдағайымызға чай қайнап береді оқымен. Ал шашу. Мынау қонақ келгенде чайник. Кулерлері. Енді айып етпеңіздер, бірінші рет Жақсы таныстырып жатсың, жақсы. Бірінші болса да ясын түсіндіріп жатсың. Иә, рахмет. Ары қарай. Кулерлері 12. Ал бұл набор. Орамал тағы. Мынау енді наборы. Чайный наборы. Бұда деген мынау нелері, кастрюль, сковородка. Ішінде шашу бар. Жоқ, анам бәрін ашайық. Бұны қақпақ ашылды. Ал мынау пышақ. Пышақ важный. Пышақ сатылады. Ар жаңа бұрыла ғой, артқа қарай. Бізде стиральный машина бар. Аяжан деген күйеуінің киімін жуып, тап-таза қылып жіберсін деген ниетпен. Андақта далада тұр енді ауыр ол. Мен көтере алмай кетшін. Дәм тұзымы жарасын деген ниетпен. Дәмсіз алмайсың, біздер алайық дәмді. Мынау менің енемнің дайындаған үй ішіне дәмі. Оны таныстырмасам болмайды енді. Өзім мамам енем дайындады. Мынау үй ішінің дәмі. Бұл енді көпшіліктің дәмі. Осы әулеттің жеңгелеріне табыстаймын. Өздері таратып, өздері жетістіреді. Ал құтты болсын, оған